Енді баклажан салатты осылай дайындап көріңіздер. Үйге келген аспаздан қарап үйреніп алған салатым өте дәмді болып шығады екен, әрі хрустящий болып шығады. Ұзақ сақталады қытырлағаны. Баклажанның сыртын жұқалап алып тастап, қалған бөліктерін жегенге ыңғайлы қылып турап аласыздар. Енді клярын дайындаймыз. Негізі сарыағаш пайдаланыңыздар. Сосын осындай ұнтақ сатылады кез келген супермаркеттерде. Үстінен қосып, жақсылап тұрып араластырасыздар. Қою масса шығады, оған баклажанды араластырасыздар. Одан кейін қызып тұрған майда сарғайтып тұрып қуырып аласыздар. Өте хрустящий болады, әрі ұзақ сақталады қыздар, дәл осы клярмен дайындайтын болсаңыздар. Осылай барлығын қуырып аламыз. Одан кейін біз жаңа алып қалған сырты бар ғой, соны жұқа етіп пышақпен турап, оны да қызып тұрған майда 1-2 минут көлемінде қуырып аласыздар. Салатты жинаймыз. Қуырылған баклажан, черри, сосын кинза қостым. Кислый сладкий соус қосып, жақсылап араластырасыздар да салатты жинаймыз. Негізі рукколадан қарағанда кинза жақсы желінеді. Бетіне осылай әсемдеп қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз әрқашан отбасымызбен бета, кения, дрим голд шайын ішеміз. Құрамында ешқандай бояғыштар мен дәмдеуіштер жоқ. Кениялық тропикалық шайы.